Ата, қандай көрікті табиғат. Біз бұл жерде болып көрмедік. Иә, ата, көліктен түсіп, өзен жағалай жүгіргің келеді. Жарайды, қарақтарым. Міне келді. Қандай әдемі. Қандай әдемі. Кет. Ата, мен шағып алады, құтқарыңыз. Жоқ, шырағым. Араларға тиіспесең, саған тиіспейді. Мен бұл араларды танимын. Біздің келген өлкеміз Ақтөбе облысындағы Мәртөк ауданы. Мұндағы аралар Омартаның аралары. Мәртөк? Омартаның арасы? Ол қалай сонда? Мәртөк ауданында шаруалар омарта шаруашылығымен де айналысады. Аралар таңнан кеш қараңғылығына дейін гүлден гүлге қонып, бал жинап омартаға тасиды. Омарташылар одан бал алады. Мәссаған! Әне, көрдің бе? Анау тұрған үйшік секілді тақтайлар омарта. Араның бал жинайтын ұясы. Керемет, олар әсем гүлдерге қонып жүр. О, бұзау? Ата, бұл бұзау үркімейді екен. Менің бұзауым. Қандай әдемі бұзау. Айым, бұл бұзау сенікі емес. Мәртөк ауданында облысымызды және көрші облыстарды сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған үлкен шаруашылық бар. Бұл сол ферманың жайылып жүрген бұзаулары. Олар сендер секілді сүйкімді, е? Ауыл шаруашылығы дамыған аудан. Бұзаулар да бар, мұнда күнбағыс алқабы, қарбыз, көкөністер де мол. Ата, алып кетейікші. Ғажап. Қандай әдемі. Мәссаған! Кеттік, айым, ұстап алайық. Ізге түсейік. Қане, кеттік. Қара. Айым, мен белгі бергенде екі жақтан оларға жүгіреміз де тап береміз. Жарай ма? Жарайды. 1, 2, 3. Тоқта деймін. Бұл мұндағы емдік шипажайдың маралдары. Маралдарды дәрілік қасиетке пайдаланады. Олар осы жердің киесі мен қасиеті. Ата, анау алыстағы түйенің өркеші секілді төмпешіктер не? Бұл әлі зерттелмеген обалар. Болашақта археологтар ол аймақты да зерттеп, қатпар тарихтың тағы бір бетін ашады. Мәртөк ауданы өздерін көргендей табиғатқа бай, сондай сұлу мекен. Мен сендерді Аққайың орманына апарайын. Сол жақтан әрі көлден аққуларды, тырналарды, аққұтандарды көреміз. Алақай, ата, тез барайықшы. Кеттік. Мәссаған, қандай күшті. Ата, бізге ұнады. Қандай көркем орын. Бұл өлкеде қазақтан шыққан тұңғыш әйел дәрігер Аққағаз Досжанова туған. Өнермен барша елді таң қалдырған әнші ақын Тәңірберген Молдабайдың туған жері. Халқымыздың дарынды ұлы күйші Қамбар Медетов те осы жердің перзенті. Оның Жошы хан, Шалқыма, Алтынай, Арынғазы, Ел айырылған, Қарасай деген күйлері бар. Әйгілі Ақсақ Құлан күйін Қамбар күйшіден жазып алған. Қатты ұнады. Ата, рахмет сізге.
сендерге ұнарын білдім. Себебі бұл өлкеге қызығушылар мен келушілер жылдан жылға көбейіп келеді. Көрші облыстарымыз ғана емес, алыс өлкелерден де саяхатшылар мен жиһанкездер келіп, табиғатына тамсанып, тарихына қанығып жатады. Сендерге мәртөктің тәтті балмұздағын алып берейін. Рахмет ата, мәртөкке тағы келгім келеді. Я ата, келесі жазғы демалыста мәртөкке тағы келейікші. Әрине қарақтарым,